сәлеметсіздер ме? Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер қуанып қалар едім. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте жұмсақ әрі дәмді булочка рецептімен бөлісетін боламын. Рецепт қарапайым, өнімдері қолжетімді, ал нәтижесі шынымен керемет болады. Алдымен жылы сүтке қант салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстінен бір дана жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен ерітілген сармайды құйып, қоспаны біркелкі етіп араластырамыз. Енді ашытқы салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр өте жұмсақ болуы қажет. Ол үшін ұнды аз-аздан салып қамыр илейтін боламыз. Міне, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырды бетін пакетпен жауып, жылы жерде 1 сағатқа ашытуға қоятын боламыз. Қамырымыз осылайша көтеріліп шықты. Өте керемет, жеңіл көтеріліп шықты. Енді осы қамырларымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, домалақ пішінге келтіретін боламыз. Барлық қамырларымызды осылайша дөңгелек пішінге келтіретін боламыз. Бетіне жауып, 10-15 минут демалдыратын боламыз. Сосын қамырларымызды 10 минуттан кейін жаюға кірісеміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Сосын қамырды 4 бөлікке бөліп, арасына сармай жақтым менде. Сосын үстінен тәтті болу үшін қант септім. Сосын видеода көрсетілгендей етіп орап алатын боламыз. Булочкаларымызды осылайша орап, барлық қамырды осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Барлығын осылай дөңгелек етіп шайып алып, 4 бөлікке бөліп, үстінен сармай жағып, оның үстінен қант сеуіп, осылай көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Бірінен соң бірін барлық булочкаларымызды осылай орап шығамыз. Дайын болған булочкаларымызды 10-15 минутқа үстінен пакет жауып, 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Бұл булочкалардың әдемі пісуіне әсер етеді. Сосын тынып болған булочкаларымыз үстіне жұмыртқа сарысын жағып, 180 градуста жарты сағат қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен булочкалар дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетеміз достар.